Баршаңызға сәлем. Бүгін ракушка печеньесін дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады, дайындап көріңіздер. Және видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен керек заттар дайындап аламыз. Ұн, сары май, тұз, қопсытқыш, сары уыз, қаймақ керек болады. Електен өткізілген ұнға тұз бен қопсытқышты салып араластырамыз. Оның үстіне сары майды салып, үгітілмелі қамыр жасаймыз. Енді оның үстіне қаймақ пен сары уызды салып қамыр илейміз. Рецептің мөлшері мен құрамын описание бөлімінен көре аласыздар. Осылай басы біріккенше илеп аламыз. Илеп болған қамырды бөлшектеп кесіп, таразыға 25 граммнан өлшеп, дөңгелектеп қоямыз. Осылай жаюға ыңғайлы болады. Барлығын осылай жасап аламыз. Бетін тағамдық пленкамен жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Оған дейін арасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымыз бен миксеріміз құрғақ болуы керек. Жұмыртқаның ақуызын құйып, 1 шымшым тұз салып, миксермен араластырамыз. Қантты аз-аздан бөліп саламыз. Ақуызымыз көтеріліп дайын болып қалған кезде ванилинді саламыз. Бір шай қасық лимон қышқылын құямыз. Ең соңында 1 шай қасық крахмалды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Не осылай ыдыстан төгілмейтіндей болса, салмамыз дайын болғаны.
Енді 1 сағаттан соң қамырды алып жаямыз. Арасына мейіз бен грек жаңғағын қосатын боламыз. Қамырды жайып, арасына 1 шай қасық белоктан салып, мейіз бен жаңғақтан салып, 4-ке бүктейміз. Барлық қамырды осылай жасап алып, табаға саламыз. Астына пергамент төсеуді ұмытпаңыздар. Қызған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Осылай пісіріп алдық. Қалауымызша бетіне қант ұнтағын себеміз. Міне ракушка печеньеміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесіде тағы қандай рецепт көргілеріңіз келеді, пікірге жаза отырыңыздар. Видео рецепт ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған Айнұр, баршаңызға сәттілік.